Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен кабачкидан котлет жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, дәмді болады. Таңғы асқа жасап жегенге жақсы екен, әрі тойымды болады. Кабачкиді ең алдымен теркадан өткізіп аламыз. Мен қабығын ашымай өткіздім. Үстіне 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып қоямыз. Картопты да дәл солай теркадан өткіземіз. Кабачки мен картопты суынан жақсылап сығып аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен көк пияз турап саламыз. Сарымсақты майдалап турап саламыз. Енді үстіне тұзымызды, қызыл бұрыш, қара бұрыш және ұнтақ жармасын, яғни манай крупаны саламыз. Жұмыртқамызды жарып салып, жақсылап араластырамыз. Біздің манайымыз ісіну керек, бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Қолымызға алып, домалақта формасын жасаймыз. Қызып тұрған майға екі жағын қуырып аламыз. Мінекей, біздің кабачкидан жасалған котлеттеріміз дайын. Дәмі өте керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.